Құрметті оқырмандар, бүгін мерейгер автор және кітап айдарында қазақтың көрнекті жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты ең танымал туындылардың біріне биыл 65 жыл толып отыр. Бұл шығарма жазушының өз өмірінен алынған естеліктерге негізделген шынайы да әрі әсерлі туынды. Онда басты кейіпкердің қиын қыстау кезеңдегі балалық шағы, жетім баланың жетілуі, мінез құлқының қалыптасуы, арман тілектері суреттеледі. Ауыл өмірі мен тұрмыс тіршілігі бейнеленген шығарма жас ұрпақты еңбекқорлыққа, төзімділікке, адалдыққа тәрбиелейді. Құрметті оқырмандар, Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесін 2005 жылы жеке кітап болып жарық көрген туындысынан 1987 жылы шыққан таңдамалы шығармалар жинағының екінші томынан, 2014 жылы жарық көрген шығармалар жинағының екінші томынан, сол жылы басылып шыққан «Менің атым Қожа» хикаяттар жинағының екінші томынан, сондай-ақ 2018 жылғы таңдамалы шығармалар жинағынан. Сонымен қатар бұл повестің орыс тіліндегі нұсқасын 1965 жылы «Меня зовут Қожа» және 1985 жылы жарық көрген «Чемпион» атты повестер жинағынан оқи аласыздар. Құрметті оқырмандар, сіздерді Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесін оқуға кітапханаға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар.